пенсияға шыққаныма. Менде енді өте серьезный немене болдым, ауру болды менде. Цирроз печени болдым мен. Адам цирроз печени болып ауырғанда адамның ішкі ағзасындағы мына қан тамырларының бәрі варикозный венаға айланып кетеді екен. Мен бұрын ондайды білмейтінмін. Мен ойлайтынмын варикозный вена деген аяқтағы не болады екен деп. Жоқ, ол оказывается адамның ішкі ағзадағы веналардың бәрінде болады екен. Сол кезде менде сол венам жарылып, мен аны өмірге кетіп бара жатып қайтып келген кісімін. Содан кейін 3 күн комада жатып, содан қазір одан кейін не еттім, больницадан шыққаннан кейін өзім сезе бастадым, балаларымнан бәрінен қас-қабағынан мен мұны өмірдің адамы емес екенімді, врачтар да баяғы азғантай өмірі қалды деп айтқан ғой. Содан сөйтіп жүріп, осындай тиктокта отырып, осы мен осы мына елев 8-бен жолығып, кездесіп, міне соны ішіп жатқаныма, міне осы декабрь айында міне 1 жыл болады, тура 1 жыл болды мен. елев 8-ді іштім, одан кейін оны басында ішіп жүріп, одан кейін акселерит іштім, одан кейін бепигрен, соны іштім. Әлия ханым, Әлмира ханым, сіз соны ішіңіз, сол өте жақсы, неге деген, расында да өте жақсы екен. Енді біздің өнімдердің бәрі өте жақсы енді, өте жақсы. Бәрін іштім, бикардиосын да іштім, реженерді да іштім. Міне маған қазір көмектесіп, мен түрімде мынандай емес болатын, мен қазір өз түріме келіп, жасардым десем де болады. Мен апалар, кәрі бір апалар болады ғой, анандай әлгі бітті жоқ өзі бойы бірақ қарсы бір ауылдың кәрі апалары сияқты болып қалғанмын шынын айтқанда ауырған кезде. Енді міне Аллаға шүкір, осы енді біздің компанияның Ғалия Бекен қызына мен өзім өте дән ризамын. Бір жағынан екеуміз енді